Бүгін біз ерекше бір қазанда пісетін екі түрлі қуырдақты дайындаймыз. Ол үшін басынан ақырына дейін ізбе-із қалай салынса сол бағытта жасап отырсаңыз, ең соңындағы дәмін татсаңыз, керемет қуырдақтың дәмі шығады, кәдімгі керемет дәм шығады. Біз 500 грамм подсолнечный масло күнбағыс майын алып қазанға құйып қыздырамыз. Оған 2 бас пиязы кеселеп, жартылы кеселеп турап, қыздырып, майды қуырмалаймыз. Майды қуырмалағаннан кейін май сарғайғанша қуырмалаймыз. Оған 1 килограмм қойдың етін сүйегімен қосып турап салып қайнатамыз. Одан үлкен бір сәбізді майдалап турап, 4 бөлшектеп салып туралаймыз, пісіреміз қосып. Енді осы кезеңде пісіп шамаласыңқыраған кезде біз 500 грамм жылқының бауырын салып, туралап, жаңағы қазанға саламыз, бірге қайнатамыз. Сәбізі пісейін деп орта деңгейге келген кезде бауырды салсақ болады. Енді бауырды бірге қуырмалап, жаңағы бір 15-20 минутта пісіп қалады, қарап тексеріп отырсаңыз болады. Енді шамасын көріп бауырдың піскен-піспегенін. Қақпағын жауып, жақсылап араластырып болып қақпағын жауып қоямыз. Өзінің майдың буыменен қуырдақ қуырыла береді бұл жерде. Бұл жерге су құймаймыз. Бауыр әлі пісіңкіру керек екен, бауырдың дәмін көріп едім. Тағы қазан бетін жауамын. Ішіне тұзын салдым, пісе береді. Ішіне тұзын салып пісе береді. Енді мен картопты дайындап қойғанмын, жуып тазартып. Енді осыны 1-10 минуттан кейін, 5-10 минуттан кейін алып, бауырды шығарып аламын да, картопты саламын. Мінекей бауыр піскен екен, бауырды шығарып алдық. Бір тарелкеге және қосымша 3-4 құйрық майды, мынау 5-6 сәбізді шығарып алып, бауырмен бірге қосып бір тарелкеге салдық. Және бауырдың үстіне керегінше пияз, петрушка, укроп қосып, дәмін шығару үшін сепсек болады қосып жеуге. Және мен миятас қосамын. Иісі жұпар, иісі шығып тұру үшін мияттың, және жегінге де пайдалы. Енді біздің бір қазанда піскен алғашқы қуырдағымыз пісті. Асығыс адам болса, осы қуырдақтан жеп кетуіне болады. Ал асықпайтын адам бәрін 2 қуырдақты жеп біргелікте отбасыменен отырып жей беруге болады. Бұл жерде лимон менен мията қосылған напитканы қосып берген дұрыс. Өйткені асығыс адам осы напиткеден ішіп кетеді, шай ішіп отыруға асығып отырғандықтан. Мінекей ең тиімді, алғашқы тез пісетін, әрі пайдалы, организмге қажетті бір қазандағы пісіп отырған алғашқы қуырдақ. Жалпы жылқының болсын, сиырдың болсын, қойдың болсын бауырын аптасына кем дегенде 1 рет болса да жеп тұрған пайдалы. Сондықтан осындай қуырдақтың алдында етке қуырылып жеп алуға да болады, немесе өз алдына бөлек қуырып жеуге болады. Картопты салды. Енді бұл жерде азғантай бір жарты стакан ғана су құямын, өзінің буыменен пісіп тұру үшін. 30 граммдай су. Енді кішкене тұз салып, бір қайнаған күтеміз де, бір қайнағаннан кейін астын басейтіп қойып қоямыз. Өзінің буыменен, астындағы қойылған отпенен жаңа буланып, азғантай судың буыменен, өзінің майдың буыменен бәрі жақсы әдемі болып піседі. Бұл жерге суды көп құюдың қажеті жоқ. Суды көп құйса дәмі өзгеріп кетеді. Бауырдың қалған дәмді шығып су жоқ қылып жіберу мүмкін. Сондықтан азғантай ғана су құйған дұрыс болады. Сондай-ақ мына тәтті сары жасыл бұрышты да толық бір бүтін салудың қажеті жоқ.
бұрыштың дәмі қуырдақтың дәмін жеңіп кетуі мүмкін. Сол үшін жартыдан ғана жасылдан да сарыдан да жарты ғана бұрыш саламыз. Және бір помидорды тураймыз қосымша, жаңағы тәтті бұрыштар мен помидорды жақсылап турап бірге қуырамыз, кішкене ғана дәмі келтіру үшін. Одан кейін әрі қарай қақпағын жауып, дәмін көріп, тұзын бір қайта тағы тексеріп, дәмін әрі қарай қайнатамыз. Енді пісуге жақын қалған уақытта, бір 3-4 минут қалған уақытта біз жаңағы дәмін тағы бір қайтара тексеріп, бұл жерге тмин, зеленый, жаңағы жасыл тминді кішкене бір чили бұрышын және кішкене пиязды турап салып, бір бастырып қоямыз, бір қайтара бір араластырып жіберіп, қақпағын жауамыз да 3-4 минут қайнатып болып, қазанда астын өшіріп, тарелкаға салып бастаймыз. Тарелкаға салғаннан алдында тағы да бір қайтара дәмін көріп, қажет болса, мына жарты чай қасық, жартыдан да аз шай қасықпенен қара бұрыш салып араластырып жіберсеңіз де, сөйтіп бір қайтара жаңағы неге қайнатып алсаңыз да болады. Егер бұрыш сізге дұрыс жағымды болса. Ал егер бұрыш керек емес болса, салмасаңыз да болады. Мен жалпылама бұл жерде жарты чай қасық қара бұрыш салдым. Қазанға түсер алдында, тарелкаға салар алдында. Осылай етіп, әдемі қуырдақтың дәмі өте күшті болып шықты. Әдемі, түрі де әдемі, құрамы да әдемі, жегенге де әдемі, өте керемет қуырдақ. Бұл енді бір қазанда пісіп отырған екінші қуырдағымыз. Тарелкаға салып алдық, бетіне дөңгелекті пиязды сеуіп, жаңағы қосымша петрушка, укроп, жаңағы себелеп, одан кейін қажет болса миятаны майдалап кесіп салып қойыңызға болады. Қажет емес болса мията салмаңыз, әркімнің қалауы бойынша. Бұл жерде бұл қуырдақты керемет, мынау мия суға емес, енді бұл жерде зеленый көк шайға лимон қосылған, мията қосылған шайменен ішсеңіз өте керемет болады. Қуырдақты дәмі де керемет. Одан кейінгі оны жүргізіп отыру үшін әрі қарай витаминді қажетті, мынау өте қышқылы да, дәмі де келісті болған мына мията жапырағы менен лимонның қосылған көк шайменен қосып ішсеңіз, тамақ өте сіңімді әрі жағымды болады. Осылай біз бір қазанда 2 қуырдақты пісірдік. Асықпай қалған адам осы екінші қуырдақты жеп кетеді. Ал енді өзіңіздің отбасыңызда өзіңіз екеуінде аспай отырып жеп аласыз осы әдіспенен пісіріп. Ас болсын дейміз. Біздің каналымызға жазылып, подписка бассаңыз, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Жалпылама сіздер қандай қуырдақтың түрлерін жақсы көресіз, қандай тағамдарды жақсы көресіз, сіз келесіде қандай ерекше тағамды пісіргенімізді қалайсыз, жазып жіберіңіздер. Ас болсын, сіңімді болсын.